Қошаза қайырлы күн, амансыздар ма? Біз Шымкентте сол әлі қыдырып жүрміз. Бүгін Шымкенттің партнерларымен обед ішуге келдік. Вот, жалғыз. Жұмыстарды бітіріп болып, маған киім қарап отырық. Мен ойлап жүреді, өзін ойламайды. Қалай қылсын? Бұйырса бірдеңе аламыз, білмеймін не алатынымызды. Мына қыз көлеңкесі отыр бізге. Қарамай болды. Не алатын болдық соң? Достар, бүгін біз Шырайлы Шымкент қаласында екінші күнбіз. Қасында Назгүл есімді лидеріміз Шымкенттің, сондықтан Marine Hills Group компаниясына біздің командаға қосылып бірге ақша тауып жұмыс жасаймын десеңіздер, осы Назгүл ханымға жазыңыздар. Шымкенттікте ал магазиннен шықтық. Шымкент өте ыстық екен. Джинсидан ыстықтап, шорты осындай әдемі комплект алдық. Өте жарасып тұр, түсі де барлығы да. Ұнады ма Жан? Әдемі. Аха, құтты болсын, рахатыңа кей. Біз Яндекс такси күттірміз. Боже мой, 10 сағат болды күткенімізге. Өте қиын болып отыр мына Яндекспен қалада. Солай. Біз бұйырса Алматыға жүреміз бүгін. Негізі мені эфирде көріп үйреніп қалған адамдар өмірде көріп жатса, кәдімгідей таңғалып жатады. Сен эфирде бөлексің, өмірде мүлдем бөлек адам екенсің. Шынымен де бетіңде кішкентай, өзіңде абарық кішкентай қыз екенсің. Эфирде үлкен, ірі көрінесің деген сияқты көп комплименттер айтып жатады өмірде. Сондықтан негізі мен бұрыннан ірі емеспін ғой, просто сүйегім ірі, бірақ соңғы кездері кәдімгідей көп салмақ жинап кеткен болатынмын. Қазір енді қайтадан салмақ тастауға көштім, және де маған тазы кофесі өте жақсы әсерін беріп жатыр. Енді айтпаймын, көп килограмм тастадым деп ішкеніме бір ай болды. Қазір белім бөксемнен -3, -4 сантиметр значительный өзгеріс көріп жатырмын. Бұл органикалық химикатсыз кофе бар жоғы 1000 теңге тұрады. Сондықтан қазір үлгеріп заказ беріп алыңыз, және де 3 курс ішсеңіз, өзіңіздің қажетті формаңызды келтіріп алсаңыз болады. Қалайсыздар, қайырлы кеш. Мына кісінің ниеті таза, тілегі әрдайым қабыл болады, Аллаға шүкір. Шымкентте қалғым келіп тұр деген әңгіме айтып отыр еді. Рейсті 23:15-ке ауыстырып тастады. Шымкентте қалдық. 11:15-ке кетті. Қыдырып, Әр айтқан сөзге негізі. Қарным да ашты, тамақ атты. Чүкшеш бәсеш подставлять етіп отқаның не мемесен кәңгі айтып. Біз, короче, обратно Алматыға ұшып бара жатырмыз. Шымкент қаласында өкінішке орай ұзақ болмадық. Шынымды айтсам, қатты қалғым келген, өйткені көп жерлерді көріп үлгермедім. Бұйырса, обязательно қайтадан ораламын. Шымкентте маған ұнаған Тамақ алып бермей жүрген. Қалдық Шымкентте, короче. 11:15-ке дейін Шымкенттеміз. Жерлері екі ресторанда болдық. Тамақтары өте қатты ұнады, өте дәмді, өте арзан, бірақ обслуживание хромает. Екі ресторанда да болдық, екеуінде де кәдімгідей обслуживание, конечно, желает лучшего. Және таксилері арзан, шынымен де салыстырмалы түрде өте арзан. Аэропортқа 1000 теңгемен ғана жеттік, бірақ обслуживание тоже хромает Яндекста. Енді әрине Аэропортта әйтеуір жейтін бірдеңе таптық. Мына дүниеге 1000 теңге төледік. Жұп-жұқа 2000 теңге, 2900 теңге. Жалпы Шымкент қаласының әкімшілігі аэропорттың жанынан бір кішігірім кафешка. Барлық жерде барлығы идеальный болмайды, бірақ обслуживанияларын жақсартса, сервистарын жақсартса күшті болар еді. Шымкентке бұйырса тағы да оралатын боламыз. Бірдеңені салуға рұқсат берсеңіздер адамдарға. Салғысы келіп жүрген адамдар ниеттері көп біліп отырмын ғой, просто соны бір рұқсат етсеңіздер де, өйткені сұмдық қой, тамақ жейін десең бір кафе жоқ қасында. Ұят болды негізі ол. Ал
Ал достар, сіздерге нумерология жайында айтқым келіп отыр. Қазіргі заманда өте дамып кеткен ғылым деп айтсам болады. Ешқандай да гаданиямен шатастырмаңыздар. Нумерология сіздің мінезіңіздің әлсіз мықты тұстарын, денсаулығы жағдайыңызды, жігітіңіз бен күйеуіңіздің сәйкестік отношенияларын айтып береді. Қарыздарыңыз болса, ақша шақыратын фин-код, код миллионері жайында барлығын айтып береді. Сондықтан қазір менің нумерологымда керемет акция болып жатыр. Бар болғаны 1100 теңге. Сондықтан үлгеріп қалыңыздар. Баршаңызға сәттілік. Короче, бізді түнгі сағат 11-ге дейін асырап алатын адам керек болып тұр. Бағана мен қалғым кеп тұр деп едім, қалада негізі. Обалың жоқ, обалың. Құдай естіп қойды. Но не таким образом мен кішкене қалып қыдырып, ел көріп, сөйтіп айтқанмын ғой. Бірақ рейс отменили, короче, перенесли. 11-ге дейін. Кешегі люля болса ғой. Хорошие руки хотел. Вроде бы Шымкент сондай бір развитый город, большой мегаполис, можно сказать. И камера хранения жоқ деген нәрсені түсінбеймін да мен. Я іште, я ресторан жоқ, аэропортта, я камера хранения жоқ. Еще и перенесли рейс. Вообще никаких условий. Где прям ашуым келіп тұр бар ғой. Шымкенттің аэропортының условиясы жоқ деп бір сторис түсіре қойып едім. Бүкіл шымкенттіктер жабылып кетті. Қарақтарым-ау, егерде менің туған жерім Қызылорда қаласы жөнінде дәл осындай условиясы жоқ болып возмущаться ете, мен адекватно қарайтын едім оған. Неге? Ол жамандаған емес, наоборот, көрсету керек жұртқа, что осындай қаламызда условия жоқ деп. Оған халық емес, әрине кінәлі, мен халықты жамандап жатқан жоқпын, оған билік, әкімшілік онымен айналысу керек. Сондықтан мына жерде отырып неге қаланы жамандадым деген керек емес. Мен басында айтып өттім, қала маған өте қатты ұнады, барлық жағын ұнады, бірақ обслуживаниесі дұрыс емес дедім. Ол факт, дұрыс па? Сондықтан ондай смс-теріңізді маған жазбауыңызды өтінемін.